Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде демалыс. Балалар үйде, оған орай балалардың таңғы асқа сүйікті кашасын жасап жатырмын. Баршаңызға демалыс күндеріңіз, отбасымен өткізетін күндеріңіз сәтті өтсін. Бізде балалар шаш қидыруға кетті. Сосын әрі қарай тренировкаға барады. Солар келгенше балалардың сүйікті венский вафлин ыстықтай жеп алсын деп пісіріп қойдым. Қазір келгесін шай ішеді, кешкі астарын ішеді. Балалар сүйіп жейтін вафлиді барлықтарыңызға көруге кеңес беремін. Бір дайындағаннан шығады. Мен всегда Гүлжанат Нұршуаның рецептін дайындаймын. Өте дәмді шайға. Атасы мен әжесі келді балалардың сүйікті соғы мен нутелласын алып келді. Балалар қазір қуанып қалатын болды. Холодильникте тұрған үйдің сүті бар еді, сол сүтті ашып кетпесін деген ниетпен булочка жасап алдым. Өте күшті шықты, жақсы көтеріліп, сондай жұмсақ, дәмді кешкі шайға. Бізде сенбі жексенбі күндері пісірілген нәрселер сол сәтте желініп қалады. 2 күнде балалар жеп қояды. Жүріп, мультик қарап жүріп, кешкі асқа картоп бізде. Қазір кешкі асымызды ішетін боламыз. Баршаңызға ас болсын.